Сәлем достар, сіздермен бірге салтанат мәдениет. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі чалманың мастер-классын үйрететін боламын. Өте жылы, ұқыпты, әдемі тоқылған. Менімен бірге сіздер де тоқыңыздар. Ұнап жатса, комментарий жазып, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісе етіңіздер. Ал ендеше сәттілік. Чалма тоқу үшін бізге қажет заттар ол жіп және специй. Специй менде номер 6. Біз жіп менде Alize Lana Gold, 50% шерсть, 50% акрил. Мен өкінішке орай жіптің қағазын сақтамаппын, сондықтан цвет номерін білмеймін. Бірақ сондай ашық, әдемі көк цвет. Синийға да келеді. Бұлай рабочийға таққанға өте әдемі цвет. Қазір мен бұл чалма қалың болу керек негізі, сондықтан екі қабаттап алатын боламыз. Ол үшін мен мына жіптің негізгі өзін алсам және екінші ұшын мына ішінен тартып шығарып алатын болам. Солай жіптің екі ұшын аламын. И өзіме керек мөлшердегі ілмекті аламын. Так, 62 ілмек, кешірім өтінемін, 22 ілмек іліп алатын болам. Специйдің екеуін бірге алам мен. Себебі мен қатты тартам, сондықтан кейін ыңғайсыз болмас үшін екеуін бірге алам. Так, үстіден астыға қарай. Бұны жалпы жаңадан бастаған қыздар да тоқи алады. Егер жіп бастауды, тоқуды білмеймін десеңіз, менің каналымда осы ілмектер ілу, оң, теріс барлығының сабақтары бар. Қарап көрсеңіз болады. Так, 1, 2, 3, 4, 5 ілмек, 6, 7, осылай қыздар 22 ілмек ілесіз. Почему-то мен 62 деп айта бердім. 22 ілмек. 22 ілмек іліп алыңыз. Содан кейін жолғамыз. Так, мінекей 22 ілмек іліп алдым. Және де мен бір специйді тартып шығарып алдым. Енді тоқып бастаймыз. Бірінші ілмек білесіздер, просто іліп шығарып аламыз. Тоқымаймыз ешқандай. Бұл бізде кромочный ілмек, петля. Так, келесі 2 теріс. 2 ілмек теріс тоқылады. Одан кейін 1 ілмек оң. Одан кейін 2 ілмек теріс. Одан кейін 1 ілмек оң. И осылай қайталанып отырады. Соңына дейін тоқисыздар. Осылай соңында 1 ілмек теріс, ең соңғы кромочный теріс тоқылады. Соған дейін осылай тоқитын боламыз. Оң, теріс. Так, теріс. Оң. Соңғы 3 ілмекке теріс, 2 ілмек. Одан кейінгі ілмек кромочный, бізде постоянно теріс тоқылады. Мінекей, бірінші қатар аяқталынды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда сәл басқашалау. Бірінші ілмек просто іліп алдық. Так, келесі бізде уже көрініп тұр. 2 оң, теріс, 2 оң, теріс, 2 оң. Бұл жерде тура осылай тоқимыз, бірақ тек өзгешелік. Біз қазір мына бірінші ілмекті емес, одан кейінгі екінші ілмекті аламыз. Оң, іліп алдық.
Енді мына бірінші тұрған ілмекті оң тоқимыз. Екеуін бірге босатамыз. Келесі теріс ілмек теріс тоқыла береді. Одан кейін тоже қайталаймыз. Біріншіден кейінгі екінші тұрған оң ілмекті оң тоқимыз. Одан кейін мына ілмекті оң іліп аламыз. Қазір. Екеуін бірге босатамыз. Келесі теріс ілмек, ол теріс алынады. Одан кейін тоже қайталаймыз. Біріншіден кейінгі екінші ілмекті оң аламыз. Одан кейін мына ілмекті оң аламыз. Босатамыз екеуін бірге. Одан кейін теріс. Осылай қатардың соңына дейін тоқисыз. Соңғы ілмек бізде теріс ілмек. Бұл бізде екінші қатар, үшінші қатарға келгенде көрсетемін. Үшінші қатар, тура бірінші қатарды қайталап тоқитын боласыз. Яғни бірінші ілмек просто іліп алынды. Одан кейін бізде мында екі теріс ілмек. Одан кейін міне уже оң ілмек көрініп тұр. Оң ілмек. Так, осыны қайталаймыз. Екі теріс ілмек. Оң ілмек. Оң ілмектер мына жақта уже көрініп тұрады. Екінші бетінен қарағанда ол сізге теріс болып көрінеді. Қазір бұл үшінші қатар. Тура бірінші қатарды қайталап тоқып жатырмын. Осыдан кейін, осы қатарды аяқтағаннан кейін, мына жақтан төртінші қатар басталады. Бұл төртінші қатар тура екінші қатар қайталайсыз. Яғни, мында екі оң ілмек тоқисыз, бірақ мына біріншісін емес, екіншісін іліп алатын боласыздар. Ол жерінде қазір көрсетемін. Мінекей қыздар, төртінші қатарға келдім. Кромочный петля іліп алдым. Енді арғарай бізде екі оң бір теріс еді. Тура екінші қатардағыдай біріншіні емес, сіз екінші ілмекті аласыз. Бірінші ілмекті, одан кейін бар бірінші ілмекті оң іліп аласыз. Екеуін бірге босатасыз. Одан кейін теріс ілмек. Мінекей осылай тура екінші қатарды қайталап тоқып шығамыз. Осылай қатарды аяқтайтын боламыз. Осылай кезекпе-кезек бірмен екінші қатарды қайталап отыратын боласыздар. Сонда бізде мына жерде осындай әдемі узорлар шығып отырады. Биіктігін 96-95 сантиметрге дейін тоқитын боламын мен қазір. Қыздар, мен мінекей биіктігін, чалманың биіктігін 90 сантиметрге дейін тоқып алдым. Енді бекітпе жасап бастайтын боламын. Енді бекітеміз. Бекітпені білесіздер. Менде видео сабақ бар, осы бекітпеге арналған. Бірінші ілмек шешіп алдық, ары қарай оң тоқимыз. Мынаны шығарып аламыз. Келесі бізде мында бір ілмек шығып кетті. Келесі тоже оң ілмек. Оң аламыз. Міне арттағына осылай шығарып аламыз. Келесі теріс ілмек. Теріс тоқимыз. Мына ілмекті мына алдындағы бірінші ілмектің үстінен аламыз. Осылай қатардың соңына дейін бекітпе жасайтын боламыз. Оң ілмекті оң алып, ал теріс ілмекке келген кезде осылай теріс алып бекітпе жасайтын боласыздар. Соңына дейін бекітпе жасаңыздар, одан кейін жолығатын боламыз. Мен мінекей қыздар ұшын бекітпе жасап, соңғы жағын бекітіп алдым. Енді екеуін бір-біріне қарай беттестірдім.
мына оң беті, ал мына жағы теріс беті. Осы екі теріс бетін бір-біріне қарап беттестіреміз. Және мына жердегі ілмекті, жіпті ұзындау етіп аласыз да инеге өткізіп аласыз. Енді беттестіргеннен кейін тура мына ортасын центрда маркермен белгілеп аламыз. Примерно осы жердегі бір ілмекті маркерді өткізіп қоямыз. Енді тура ортасын белгіледік. Неке біздің теріс жағын қоямыз да, чалманың мына ортасы. Енді осыдан былай қарай үшбұрыш етіп жасаймыз. Бізде тура ортасында тұру керек маркер. Мына жағы ішіне кіріп тұру керек. Осылай. Әбден тексереміз, что барлық жері бірдей тұрма, жоқ па, мынау мінеки тура ортада тұру керек. Осыны қадағалаңыздар, асықпай. Так, енді қайтадан артқа қарай аударамыз. Қазір мен мына жерде мына екеуінің ұшын мына жерді бірге тағы да бір маркермен белгілеп аламын. Екеуін белгілеп алдым. Тағы бір көрші жекіп жатыр. Дұрыс па, жоқ па? Енді мына жерді тағы біреу белгілеймін. Мына жақтан или мына жерлерден белгілесеңіздер де болады. Мына ортасын тоже белгілейміз. Тура екеуінің орта шетін. Енді қазір тоқып бастайтын боламыз. Мына жерде қыздар тағы бір айта кететін нәрсе. Ішінде бізде мынандай артында қайырған бөлігі бар, иә. Осы бөлікте де маркермен белгілеуді ұмытпаңыздар, чтоб жылжымас үшін. Және екі жағы да бірдей болу керек. Қай қатарға бекіткеніңіз маркерді. Так, келесі. Так, мына жақта мен үшіншісіне қойдым да. Аяқта бір, екі, үш. Үшіншісіне қоямын.
Енді бізде қимылдай қоймау керек. Артын тағы бір тексеріп жүрейік, что бәрі орнында болу үшін. Так, енді тоқып бастаймыз. Ол үшін алдымен былай аударып аламыз дағы. Артынан бастаймыз бізде. Мынау қажет емес жіп уже бізде. Одан кейін екінші тоқитын жібіміз. Так, мына жақта өткізіп алайық. Сәл біраз тоқып алғанша енді осындай әуреге түсесіздер, что қозғалып кетпесі үшін, бәрі орнында болу үшін. Енді қыздар, негізгі тоқитын жібімізді аламыз. Мына маркерді шешіп алып тастасақ болады уже. Жіп бізде мына оң бетінде, осыдан алып, мына жаққа астыға өткізесіздер. Енді келесі мынада бізде кромочный петля, осы екі жағындағы кромочныйдан тоқимыз. Так, сәл жақындатып көрсетейін. Астадағы ілмектен өткізіп, келесі мына жаққа өткіземіз. Осыған параллельно тұрған мына жақтағы кромочныйдың әкеп үстінен өткіземіз. Мына жақ тоже аяқтан әкеліп, келесі мынаған саламыз. Осылай қыздар, мына жерге дейін, маркерге дейін тоқимыз, тігіп аламыз, сосын мен тағы көрсететін болам. Неге қыздар, мен маркерге дейін тоқып алдым, мына жақта менде артық жіп бар еді, мына жақта. Соны мен былай қарай әкеліп жасырдым. Енді бұл жіптің қажет жоқ, кесіп алып тастауға болады. Енді тек алдын ғана тоқитын боламыз. Так, қазір бірінші мына артында бізде мына жерден тағы бір маркер қойып аламыз. Мына жерден примерно 1 сантиметр биіктікте тұрса бізге болады. Осы. Так, примерно осы жерден маркермен тағы да тура ортасынан белгілеп аламыз. Артын белгіледік. Енді алдын тағы да бір көреміз, қараймыз, тексереміз, бәрі орнында ма. Әр тоққан сайын осылай қарап отырамыз. Енді біз мына жақ бетін тоқитын боламыз. Қазір мына маркерді алып тастаймын. Маркерді алып тастадым. Енді бізде ілмек мына бетінде тұр. Так, мынау бізде кромочный петля көрініп тұрған шығар. Осының мына екінші бетінен алып тоқитын боламыз біз. Мына үстінен емес, мына жағынан алып тоқитын боламыз.
қазір бізде мына жеріне келдік. Мына кромочныйдың мына жағынан алып, и былай келесі астына саламыз. Так, келесі инемізді мына жерден шығарып алдық. Енді келесі бізде тоқылу керек кромочный мынау. Көрдіңіз ба? Осының үстінен астыға қарай тағы тоқимыз. Келесі тоже инені бергі бетіне шығарып, мына келесі ілмектің мына астынан аламыз. Әрқайсыны осы астынан алып отырамыз. Ал қазір мен тағы да бір жерге қойып, осылай бір тексеріп алам, что бәрі орнында тұрма жоқ па. Так, нормально. Келесі ары қарай жалғастырамыз. Бізде так мына жерге келдік. Бізімізді инені мына жақтан шығарып аламыз. Келесі бізде тоқылу керек. Мынау. Осыны астынан алып, мына жаққа саламыз. Осылай қыздар айландыра мына жаққа дейін тоқисыздар. Бұлай айналып келіп, мына жерге келу керек. Осы сары маркерге келген кезде мен көрсетемін. Мен мінеки қыздар алдына дейін, осы жерге дейін тоқып алдым уже. Енді чалмамызды аударамыз. Артының бәрі тоқылып бітті. Аударып, ішкі жанындағы мынандай ашылып қалған жерлерді тоқитын боламыз. Мына маркерлердің уже қажеті жоқ. Алып тастасаңыздар болады. Уже айландыра тоқып шығамыз. Ашық жерлерді, осы жіпті ары қарай жалғастырып, мысалы мына жерлер киген кезде ыңғайсыз болады. Бүктеліп қалуы мүмкін. Сол үшін тоқып тастаймыз. Іш жағын әдемілеп тоқудың ондай қажеті жоқ. Дегенмен де аккуратно, главный арғы бетіне өтіп кетпейтіндей етіп тоқуыңыз керек. Тігуіңіз қажет. Мына іш жағына өтіп кетсе, онда әдемі шықпай қалады сізде. Сондықтан көрдіңіз ба, осы жағын алып, просто ілмектің бетінен, үстінен ғана жаймен аламыз, арғы жағына өткізбей. Осылай айландыра полный тоқып, тігіп шығыңыздар. Осыны аяқталғаннан кейін уже біздің чалмамыз дайын болады. Арасын алыс-алыс қып осылай тоқи беріңіз. Көрдіңіз бе, осы жақтардың барлығын айландырып тоқып шығамыз. Чалманы мен келесі бетіне айналдырам, оң бетіне. Мінекей уже чалма дайын, бізде ішін тоқып бітсек. Осындай әдемі мастер-класс болды. Қыздар, осы чалманың тоқу мастер-классы ұнап жатса, көріңіздер. Тоқып көріңіз, және мына жерге әдемі тастар тағып қойсаңыз болады. Әдемілік әдемі сән беріп тұратын болады. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, бөлісе кетіңіз.